видеода біздің ең качественный қол. басты қызықты біз ғаламтор жаңалықтармен және де қазіргі уақытта мен сіздерге ең басты қатты түсіргім келетін бұл тез басташ бұл. Мен сіздерге кішкене болсын жақсылық немесе көмектескім келеді. Кеттік ал. Жақсы адам күніне мыңдай таманса дегенде ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Достар, бүгінгі мен қазіргі уақытта алып отқан жақсы тақырып алып отырмын да, сол тақырып туралы мен сіздерге айтып берейін. Қазіргі уақытта біз өмір сүріп жатырмыз, бірақ сол өмірді не үшін сүріп жатқанымызды ұмытып қалдық. Дәл солай. Біз ол өмірді бір күнімізде хоть Құдайды немесе өзіміздің қазіргі өміріміздің ішінде біз ажалды екенімізге көбіміз оны есімізге түсіріп жатқан жоқпыз. Себебі қазіргі уақытта барлық интернетке байланысты пазл каналында интернет жоқ болып кетсе не болады деген атты видеоны қараңыздар. Ой, рекламщик. Содан кейін менің айтып жатқан менің айтып жатқан видеомды қараңыз, сол кезде түсінетін боласыз. Ал енді мен айтып жатқан затым келетін болсақ, бұл жерде бізде барлық адам қазіргі уақытта өмір сүруде барлық ақша үшін. Біз бұрында атам айтады, мен қазіргі уақытта барлық адам ақша үшін тамақ жейді, ал бұрында біз тамақ үшін ақша алатын едік дейді. Бұл дегеніміз қазіргі адамның барлығы тамақ немесе құлшыныс жасамайды, оның барлығы ақшаға барады. Мен бүкіліне барлығына топырақ шашпаймын, бірақ сіздер неге көптеп болып сіздер сол жаққа кетіп бара жатырсыздар? Неге біз қазіргі уақытта кішкентай бір адамға көмектесіп жүре алмаймыз? Біз ешкімге көмектеспейміз. Біреу далада құлап жатса біз барамыз да не істейміз? Соткамызды түсіреміз де ол адамға оған көмектесудің орнына автобус көп жанады, не жан болған ғой деймін, машина аз ғой мен жақында. Және де достар, интернет біздің миымызды улау демекші. Мен қазір миыма жақсы бір идея келді. Қазір мен сіздерге сұрақ қояйын, сол сұраққа жауап беріңіздер. Қазір сіз соңғы рет қашан қандай кітап оқыдыңыз? Және де сол кітап не туралы болды? Және де ол барлық сабақ туралы, мектеп немесе университетте сабақ туралы емес болды ма деген сұрақ қой. Атак сурет жоқ кітаптар оқымаймыз ғой атак. Сен неден кетті сонда? Қоям. Біздің көпшілігіміз себеп қазір кітап оқымаймыз. Кітап неге оқымаймыз? Барлық интернеттен аламыз. Бірақ интернетте бізге не істейді? Тек қана кішкене осындай ғана Я пила водку. На донышке, я же сказала. Информация береді. Ал біз пачкадан, нандайдан біз оның барлығын кітаптан аламыз. Мысалы бір кішкентай зат туралы іздейтін болсаң, сен шыққан соң кішкене ғана бөлігін аласың, ал одан кейін сен оны ұмытып қаласың. Ал сен бір кітапты оқитын болсаң, 5-6 том кітапты оқитын болсаң, сен миыңда сақталып қалады. Сен қанша ұмытқың келеді, мына баланың негізі бас дейді екен. Ұмытқың келмесе де сақталып қалады. Бұл дегеніміз кітап сені еще қызықтырады, ал сен интернетте оқығанда қызығың кетіп қалады. Аяқтан саған әлеуметтік желілерден көптеген суреттер, саған көптеген сөздер, смс-тер келіп жатады. Сен соларға қараймын деп кетіп қаласың. Осы жолы мына бала рас айтты. Біздің барлығымыз памятіміз не істейді? Нашарлап бара жатыр. Мысалы мен қазіргі уақытта да қазір миымда не болып жатқанын ұмытып қалуым мүмкін да, жаңағы память барлығы интернетке байланысты. Мен осы интернетте жүктеу арқылы мен қанша адам қарасын, болып саласын, жамандасын, мен шашыма дейсін, немесе басқа заттарыма да дейсін, маған бәрібір. Мен бірақ адамдарға кішкене болсын жақсылық жасағым келеді. Интернетті кішкене қолға бір жерге ысырып қойып, бірінші өзіміздің баламыздың тәрбиесіне, немесе өзіміздің үйімізге қарайық. Интернет дейміз, ал бірақ интернет бір күн болмай қалады, немесе интернет оны басқа бірдеңе басса біз не істейміз? Біздің барлығымыз құрып қалатындығымызда. Біз барлығымыз интернетке тәуелді болып қалмайық. Және де әр кезде ешқашанда өзгеруге уақыт жетеді. Сондықтан қазақ жұрты өзгеріңіздер. Сендермен болған мен Әділхан. Бәріңізге сау болыңыздар. Тағы да видео түсіремін. Сондықтан күтіңіздер. Осындай туралы видео түсіретін болсам, лайк басып немесе комментарий жазыңыздар. Сау болыңыздар. Ай, тамаша, бала жақсы айтады екен. Достар, видео слишком өте қатты ұзын болып кетті. Сондықтан кешірім сіздерден сұраймын. Сіздермен болған мен Әділхан. Көптеп мен видеоларымды көрдіңіздер.
қоштасудың ешқандай айыбы жоқ дегендей. Сау болыңыздар.